Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл оқиғаны естіп, жүректеріңіз арқаға тартып кетуі анық. Өйткені бұл жағдай адам баласы үшін өте қатыгездік екенін біліп отырмыз. Қаншалық ауыр болмасын, бұл жағдай қандай болғанын естіп көрің. Кейін бұл видеороликтен өзіңіз қорытынды шығарың. Видеоролигімізді бастаудан алдын астындағы бір ғана лайк түймесін басып, каналымызға жазылып қойың. Өйткені біз сіздерге ең қызықты хикаялар мен мәліметтерді ұсынамыз. Алла сіздерден разы болсын. Тірі шақалақты өлдіге шығарып, тоңазытқышқа салып қойған дәрігерлер үстінен сот үкімі оқылды. Осы туралы Центр Азия Медиа жазып жатыр. Ең қорқыныштысы, дәрігерлер баланы өлмегенін білгеннен соң да оны тоңазытқыштан алмаған. Өзі жағдай 2019 жылдың сентябрь айында болған. Жағдай жабық қалып кетуі де мүмкін еді. Бірақ құқықтық қорғау органдары кездейсоқ бұл жағдай туралы біліп қалды. Коррупцияда күмән қылынып жатқан Атырау перинатал центрі бас дәрігері барлық жұмысты жасырған күйде қылып жатқан кезде бұл жұмыс бетіне шықты. Бұл жағдайды білген шақалақтың ата-анасы бұл істі тергеп сүрістіру органдарына берген. Дәрігерлер құжатта шақалақты өлген деп рәсімдейді. Шақалақтың тірі екенін білгеннен соң да құжаттарды қайта рәсімдемей, шақалақты тоңазытқышты камераға алып барып қойған. Туған әйелдің жақыны туған әйелге бас дәрігер менен медбикенің әңгімесін қойып берген. Акушер баланы өлді деп есептеп, оны басқа комнатаға тоңазытқышқа қойып келген. Моргтан келген бригада баланың қымырлап жатқанын көріп, оны алып кетуге көнбеген. Бұған жауабан бас дәрігер бала туған кезде өзгеруіне бұйрық береді. Кезектегі дәрігер баланы суға салып шөктіруді ұсынады. Кезекші дәрігер бұған жауапты екенін және де экспертизада балада су бар болғанын айтып көнбейді. Кейін не болғаны анық. Баланы тоңазытқышты комнатада қалдырады. Сот үкіміне сәйкес бас дәрігер 18 жыл, акушер-гинеколог 16 жыл, акушер-медбике 15 жыл бас бостандығын жоғалтқан. Бұл жағдай отанымызда болғанына қарамастан бүкіл дүние жүзін шайқауға салды.